Просто жылқыны алып тастаймын болды. Қалай ойлайсың? Қазір қадайын дейді шығар қазір. Сені ма? Солай айтушы Ең бірінші киім ауыстырасың ғой жуынып. Иә. Жалпы басқа Қазақстанның басқа қалаларында да осындай атшабар алаңы салынса деген ниеттеміз ғой. Барлығына сәлем достар. Бүгін біз Наумет аренаға бәйгеге аттандық. Қазір бізде сағат 4-2 кетті. Сағат 6-да басталады. Қасымда бұл. Түзу жолдарды, асулар мен жондарды, суретшідей сомдады дала. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы, көңілімді жайлады жаңа. Жол жүргенде жайдары, сұлу самал майданы. Достар, мы на месте. Алыс түзу жолдар мен залдар, жүрегімде оттай сезімім барда, жеткізбейтін қиялымда бәрі алда. Достар, біз Наумет аренаға келдік. Енді түстік машинадан қазір. Мына жақтан мынандай атмосфера. Прямо андай атмосфера ощущается очень классно. Достар, мына жақта жакелер. Атон. Достар, мына жақта аттар да осы айналып тұрады ғой. Иә. Енді бәйгі шауыңғы білесіңдер ма? Қашан? Қазір аламанды ма? Иә. Аламан шабасың ба? Иә. Менде сұрақтар бар, қазір күте тұр. Микрофон қосылып тұр ғой. Сәлем, Абзал, өзің таныстырып кетсең. Абзал? Сосын, аты жөнің? Айтпаймын. Менің есімім Тұрмыс Абзал. Жасың нешеде? Жасым 16-да. Алғаш рет атқа қашан міндің? 8 жасында ма, 7 жасында міндім ба? Ең қиын жарысың қандай болды? Қашан болды? Ең қиын жарысың? Маған қиын жарыс жоқ қой, бәрі оңай. Иә. Күшті. Жарыста жеңген кезде қандай сезім болады сенде? Мысалға? Сезім болмайды вообще. Оттым деген қуаныш вообще болмайды. Бәйгеден кейін ең бірінші не істейсің? Жуынам. Егер атың сөйлей алатын болса, саған не деп айтар еді, қалай ойлайсың? Бля дейтін еді. Сірә сөйтіп айтатын еді? Абзал красавчик дейтін еді. Жылқысыз өміріңді елестете аласың ба? Иә. Иә. Оңай, просто жылқыны алып тастаймын болды. Все, рахмет, Абзал, сенің сұхбатыңа. Бүгінгі бәйгеде шабасың ғой, аламан шабасың ғой, Иә. Қандай атқа шабасың? Кейіпкер. 77 жасынан. Басқа аты, басқа балығы. Топ үштікке кірем деп ойлайсың ба бүгін? Енді сен опытный жакейсің ғой. Бәрінен ең үлкені арасында, Кәрі, қасқыр. Үштікке дейсің ба? Походу жоқ. Өйткені үшкірік жолы тоқтатып аламын. Все, рахмет көп. Бүгін саған сәттілік бұйыртса. Кетіп қойдың. Олай болмайды, күнім осы, жарысып қайттым үйге.
қай жақтан келдің, өзің таныстырып кетсең? Есімім Жантөре, Жетіген ауылынан келдім. Жасың нешеде? 12-де. Атқа алғаш рет қашан міндің? Алғаш рет па? 6 жасымда ма? 6 жасында міндің ба? Мәссаған күшті. Бәйге шауып келе жатқанға қанша жыл болды? 3 жыл. Молодец. Бір андай ең қиналған жарысың болды ма? Ұта алмай қалған немесе атың бірдеңесі аяғы кетіп қалған жарысың болды ма осы уақытқа дейін? Иә. Алдында Талдықорғанда Олимпиадте атым аяғы кетіп қалған қынамда. Бәйгеден кейін ең бірінші сен не істейсің? Киімді ауыстырамын. Киімді ауыстырасың ба? Сосын не істейсің? Сосын қайтам үйге. Иә. Тамақ жемейсің ба? Тамақ жолда жейміз ғой. Жолда жейсіңдер ма? Жақсы. Егер өзіңнің мысалы қазір шабайын деп жатқан атың сөйлей алатын болса, саған не деп айтатын еді, қалай ойлайсың? Қазір қадайын дейді шығар қазір. Сені ма? Иә. Түспеймін, құламаймын. Молодец. 12 жастасың, алдағы әлі қаншама шабатын бәйгең бар бұйыртса. Жылқысыз өмірді елестете аласың ба? Әлде уже байланып қалған сияқтысың ба жылқыға? Немесе бір алдағы 2-3 жыл шауып сосын қоям деп ойлайсың ба? Шаба берем ғой. Иә. Молодец. Жәкеліктен кейін кім болғың келеді, кім болам деп ойлайсың өзің? Аттайын деймін. Иә. Рахмет. Бүгін саған сәттілік. Аламанда шабасың ғой, қандай номермен шабасың? 92. Саған балет ететін боламыз. Қайдан келдің өміріме қалай менің көңілімді тербедің Болды. арманымда басқа жан еді талғамымда басқа еді қалай сүйдім сені білмеймін соны не сиқырың бар еді сенсіз Сәлеметсіз бе, Расул, өзіңізді бірінші таныстырып кетсеңіз? Есімім Расул болады, Алпысбай Расул. Жамбыл облысының тумасымын. Аттайнесіз ба, скачкаға? Енді бастап жатырмын карьерамды, иә. Жақсы бәйгеге, жақсы скачкаға атты қалай танисыз? Енді ол аттың происхождение деген болады. Тұқымын қарайсың, қандай тұқымнан экстерьеріне қарайсың, дене пішіміне қарайсың, аттың өзінің потенциалына қарайсың деген сияқты. Көп нюанстар бар ғой, бәрін қарап, зерттеп, содан кейін барып дайындаймыз, таңдаймыз. Тренер болудың қазіргі сәтте ең қиын тұсы сізге қандай? Нақтырақ айтсақ, қазір нақты айтқанда ең тренерлікті бастап жатырмын. Ондай бір қатты қиыншылық жоқ. Режим, стабильность, дисциплина керек. Өзіңе, атқа, соның бәрін жақсы ұстасаң, әуелі Алла, одан кейін өзің еңбегіңе қарай қимылдауға болады. Бір атты үлкен бәйгеге қанша уақыт дайындайсыз? Енді ол бәйгенің қанша уақытта болатынына, аттың өзінің талантына байланысты. Аттың неше түрлісі бар ғой, мінезі, дене пішімі деген сияқты. Соған қарай аттың өзінің состояниясына, жаңағы өзін өзі қалай ұстайтын настроениясына, соның бәрін айландырып келгенде, примерно айтқанда аттың өзінің қалай көрсетеді, соған байланысты ғой. Бір уақытты нақтырақ айту қате деп ойлаймын. Әр аттың өзінің проблемасы болып қалады, несі болып қалады, соған байланысты. Бәйгеде талант маңызды ма, әлде еңбек па? Екеуі де маңызды. Атты сезіне білу керек, атпен жұмыс істей білу керек, одан кейін еңбектену керек жақсылап. Бәйге десе, сізге ойыңызға бірінші қандай сөз келеді? Бәйге дегенде ұлттық рухани нәрселер еске түседі. Өйткені ата-бабамыздан бері жалғасып келе жатқан нәрселер болғаннан кейін рухың көтеріледі бәйге дегенде. Бүгінгі атмосфераны үш сөзбен сипаттап кетсеңіз? Ондай қиын сұрақтар ғой. Бұл жерде қазір бәйге әлі басталған жоқ. Латкидің атмосферасы, аурасы ол өте ерекше. Қазір мен бүгін шаппадым, бірақ шапқан кездегі сезім ол өте бөлек сезім. Оны ауызбен айтып түсіндіре алмаймын мен оны. Все, рахмет сізге көп. Бүгін қуаныштымыз сізден сұхбат алғанымызға. Рахмет сіздерге де. Сая болады. Жоқ, анай қатырақ.
Бізде қазір Абзал Шауат достар. Достар, бізде қазір екі гладкий бітті. Или үш па? Үш гладкий бітті ма? Үшеу, я. Бізде уже қазір үш гладкий скачки болып кетті. Енді екеуі қалды. Екеуінен кейін бізде бұйырса аламан бәйге болатын болады. Халық өте көп, мына жақта атмосфера өте күшті, прямо дубайский болып тұр, шыны керек. Мына жақта өте күшті закат болып жатыр еще. Сағат қазір 7-ден 25. Сағат 7-ден 25 кетті. Солай. Біз қазір Жакейлер жаққа барып жатырмыз. Осындай атмосфера болып тұр, достар. Сәлем, Асылжан. Өзіңді таныстырып кетсең? Менің атым Асылжан Төлеген, Алматы облысы. Қарақыстақ деген ауылдан. Қарақыстақ ауылынансың. Жасың нешеде? 14-те. Алғаш рет атқа қашан міндің? 2020-да. 8 жаста болдың ба? Уақытқа дейін сен бәйге шауып жүрсің ғой? Осы сол бәйгелердің арасында ең қиын бәйге қашан болды? Қалай болды, қандай уақытта болды? Соны айтып бере аласың ба? Бір қиын болған бәйге. Өткенде Көкбастауда қиын болды. Өткен балшық болды, аттың аяғы батып сүрініп құлайын деп. Сол кез қиын болды, өте қиын болды. Болмадың ба? Жоқ. Аман ба? Аман. Жақсы. Осы бәйгеден кейін ең алғаш не істейсің? Бәйгеден кейін ең бірінші не істейсің? Бәйгеден кейін киім ауыстырамын болса десең. Ауыстырасың ба? Егер сенің атың саған сөйлей алатын болса, саған не айтар еді, қалай ойлайсың? Қатты сауымаш деп айтарым еді. Жақсы. Қарай, жылқысыз өміріңді елестете аласың ба? Жылқының қасында өмір сүргім келеді. Өйткені мен өскеннен кейін шетелге кетемін, гладкийге. Бұйырса, я. Сояқтарға кетемін. Сол жіберем деп жатқан ағалар бар. Солар жібереді. Біз сені қолдаймыз. Все, рахмет. Өзіңді кішігірім таныстырып кетсең? Мен атым Абзал Тұрғанбек, 15 жастамын. Бәйге шауып жүргеніме биыл 6-шы жыл. Алғаш рет атқа қашан міндің? Алғаш рет па? 7 жасында. 7 жасында міндің ба? Осы уақытқа дейін болған ең қиын жарысың, ең қиын бәйге қашан болды? Ең қиын ба? Білмеймін. Барлығы нормаль ма? Иә. Мықты. Жеңген кезде қандай сезім болады? Қандай сезім ощущать етесің? Күшті сезім болады. Күшті? Иә. Өз-өзіңмен мақтанасың ба? Иә. Бәйгеден кейін ең бірінші не істейсің? Ең бірінші? Киім ауыстырасың ғой, жуынып. Иә. Ең ба? Ата-анама хабарласам. Ата-анама хабарласың. Иә. Егер өзің шауып бара жатқан атың саған сөйлей алатын болса, саған не айтушы еді деп ойлайсың? Білмеймін. Білмейсің ба? Ұрма деп айтады жүр. Қалай? Ұрма деп. Ұрма деп айтушы ме еді? Иә. Қарай, жылқысыз өмірді елестете аласың ба? Білмеймін. Елестете алмайсың ба? Иә. Все, рахмет. Бүгін шаппайсың, иә? Иә. Бүгін тек жанкүйер болып келдің ба? Иә. Молодец. Түн болған сайын әдемі болып бара жатыр. Достар, мына жақтағы атмосфераны қараңыздар. Атмосфераны. Достар, бізде уже күн батып кетті, түн болды қазір. Мына жақта соңғы гладкий болады, сосын аламан бәйге басталады. Мына жақта мынандай воздушный шар үрлеп жатыр. Күшті. Соңғы скачки басталып кетті, иә? Достар, соңғы 500-лік соңғы гладкий скачки болып жатыр. Марабелло. Давай.
Марабелло жеңімпаз достар. Халық өте көп. Сәлеметсіз бе Айбол? Сәлеметсіз бе? Бүгін Номад аренаға келіп қалыпсыз бәйгеге. Бүгінгі бәйгенің атмосферасында сізге ең ұнайтын нәрсені айтып кетсеңіз. Енді бәйгенің атмосферасында өздеріңіз көріп тұрсыздар. Мінекей тарихта тұңғыш рет десек те болады. Түнгі бәйге болып жатыр. Бұл енді тарихта дәл осы жерде міне екінші рет қайталанып жатыр. Өте қуаныштымыз. Осы еліміздің бәйгесі осындай жоғарғы деңгейге жетіп дамып жатыр. Дубайдың мінекей скачкаларына кем емес десек болады. Бұл жердегі көрерменнің қошеметі вообще өте керемет атмосфера болып жатыр. Осындай жарыстарға сіз жиі келіп тұрасыз ба? Иә, жиі келіп тұрамыз негізі. Қазақстан басқа қалаларында да, Алматыдан тыс басқа қалаларына да барып, жалпы ұлттық спортқа деген ықыласымыз ерекше негізі. Қазір кімге жанкүйер болып тұрсыз? Енді қазір осы 7 мамыр күні осы жерде чемпион болған Амарант Тұлпарға жанкүйер болып отырмыз. 14 номермен түсіп жатыр. Тағы да Бүркіт деген 5 номерде түседі. Ұлан Омаров ағамыздікі, Әділет ағамыз баптайтын сол Бүркіт Тұлпарға. Негізі өзім сол 2 жылдан бергі Бүркіт Тұлпарға сол іштей жанкүйер болып жүремін өзім. Өте мықтап. Қазір қазақтың ұлттық спорты қазір дамып жатыр деп ойлайсыз ба? Иә, біздің бәйге спорты, жалпы ат спорты біздің елімізде өте жақсы, қарқынды даму үстінде. Оның бірі мінекей өздеріңізде сонау Астанадан келіп, ақпараттық жағынан осы бәйгені үлкен қолдап жатсыздар. Сіздерге де көп рахмет. Осындай блогерлер, жалпы эстрада жұлдыздары, бізде әншілер енді бәйгеге көңіл бөліп, тоже ат қосып ол кісілерде. Көрермен көп, бәйгеміз жақсы дамып жатыр. Ең есте қалған осы уақытқа дейін бәйгеңізді айта аласыз ба? Енді ондай бәйге көп, бірақ 2024 жыл көшпенділер ойыны Астана қаласындағы. Сол кезде Сапарғали Сәтбаев ағамыздың Жамбыл Бөбекбай баптаған Айғабақ Тұлпар бірінші келген болатын. Сол бәйге ең есте қалды. Бүгінгі атмосфераны 3 сөзбен сипаттай аласыз ба? Енді бүгінгі атмосфераға 3 сөз аздық етеді деп ойлаймын мен. Өте керемет. Естен кетпес бүгінгі де бәйге. Өте керемет өтіп жатыр. Жалпы Қазақстанның басқа қалаларында да осындай атшабар алаңы салынса деген ниеттеміз ғой. Қазіргі заманда қазір шауып жатқан жәкелердің арасында топ 3 жәкейді атай аласыз ба? Әрине, енді бұл шабандоздар осы 21 ғасырдың батырлары ғой. Негізі 3 шабандоз атау аз, бірақ енді елдің аузында жүрген қазіргі шабандоздардың көшін бастап тұрған Хамза Марланұлы. Сол шабандозды айта аламыз. Аңсар, Мерей, жалпы көп. Сержан, шабандоздар көп. Ризамыз жалпы шабандоздарға. 6 жастан атқа қонып, атадан қалған осы асыл мұраны мінекей жандандырып жүрген барша шабандоздарға жолдар ашық болсын. Қазіргі мінекей 100-ге жуық шабандоз шапқалы тұр. Оларға да тек сәттілік тілейміз. Шын жүрек olsun. Рахмет көп үлкен. Қазір Алман бәйге болып жатыр. Уже біраз ат тоқтады, бізге жаңа айтқан 117 ат қосылды деп. Бірақ уже бір 5 аттан көбі тоқтап қалды. Круг өте ауыр, қарасаңыздар. Қазір нешінші круг кетті уже? 4-ші круг кетті ма? Некей тоқтап қалған аттар. Алдымызда бірінші топ келе жатыр қазір. Артта уже шашырап қалды көп аттар. Достар, қазір 5-ші круг кетті, қарасаңыздар. Алдағы қандай номер? 7-ші номер кетіп барады. Мынау топ Хамза 44-ші номерде. Соңғы айналым. Уже 6 круг болады екен ғой, кстати. Негізі достар, бәйгеде соңғы моменттер шешеді. Яғни 500-ка шешеді негізінде, айтшы. Қазір міне соңғы группқа келе жатыр жылқылар. Қанша жылқының келетінін қазір білетін боламыз.
Достар, соңғы круг. Давай. Кетті, 10 мерей ғой, кстати, білесің ба? Ана бірінші бәйгесі ғой, еще қосып жатқан. Бірдей кірді ма? 5 пен 14 номер. Жаңа айтып едім ғой сұхбатта. Так, бүркіт, амаран сосын? 10 номер Жамбыл Бөбекбайдың аты. Нақты білейм атын. Я екі новичка келді ғой солар. Бүркіт бірінші келді. Айтып едім ғой жаңа. Не қараңыздар достар, қазір повторный не болып жатыр. Бүркіт ұтты сонымен достар. Бүркіт молодец. Екінші орын Жамбыл ағаның жылқысы. Яғни бізге жаңа Жамбыл аға айтқан болатын. 2 жылқыны да бірінші рет бәйге қосайын деп тұрмын дедім. 2 жылқыда новичок деді. Соның біреуі мерей мінген 10 номердегі жылқы. Қазір 2 орын алып тұр достар. Бұл өте удивительно. Жамбыл ағаны енді осыдан кейін ең мықты тренер деп мойындай берсеңіздер болады. Бәйге аяқталды. Достар, мына жақта біз қазір награждение жаққа кіріп бара жатырмыз. Мынау круг. Аны қарасай. Ужас. Действительно, басқа сөйлегенде. Ей, аңсар? Жаным! Достар, аман спесің ба не? Аңсар? Өсіп кетіпсің ғой? Көргелінер ма? Молодец. Скачки шаппайсың ба? Достар, біз көшпенділер ойынының чемпионын тауып алдық. Аңсар, сәлем. Біз қазір көшпенділер ойынның 2024 жылғы көшпенділер ойынның чемпионы Арыстанбек Аңсарды тауып алдық достар. Сен қазіргі уақытта сен қазір бәйге шауып жүрген жоқсың, я? Жоқ. Қазіргі таңда бәйге шауып жүрген жоқпын. Өзім ауылда. Өзің аттайындап атсың ба бәйге? Аттайындап аттым ауылда. Молодец. Ауылың қай жақта? Туғанбайда. Сен көрген қуанып тұрмын ше, потому что біздің видеода барлығы сені сұрайды ғой. Бізді көргенге қуаныштың ба? Қуаныштым. Награждение болып жатқан жерге келдік. Қазір награждение сіздерге көрсетуге тырысам. Бапкері Бекболат Серікбеков, шабандозы Әмір Ернар. 4-ші орын ағайын, қол соқ қойыңыздар. 2 миллион теңге. Аламан бәйгеде достар, 4-ші орын 2 миллион теңге. Арғарай қадырлағай марапаттау. Павлодар облысы Жасыбай Нығманов мырзаның амаранты. Бапкері Жомарт Рахымбердиев, құрметті ағайын. Қол соқ қойыңыздар. Амаран. Павлодар облысы шабандозы Нұрасыл Бекбатыр. Бапкері Жомарт Рахымбердиев. Павлодар облысы Жасыбай Нығманов мырзаның амаранты қадырлағайын мінеке. 2-ші орын қадырлағайын. Орын Амаран, атақты Амаран. 2-ші орын қадырлағайын 10-ші номерде керемет өнер көрсеткен атақты шаңбобыз Алматы облысы Сапарғали Сәтбаев мырзаның сәйгүлігі. Бапкері есі қазаққа танымал Жамбыл Бөбекбай шабандозы атақты Мери Гарипулин ағайын. Жітауыр автокөлігінің иесі. Ринат ағам мен Жамбыл Бөбекбайға бір қаттырақ қол соқ қойыңыздар шағайын. Жүлделері құтты болсын. 2-ші орын. Тамаша. Сонымен қатар қадірлі көпшілік 1-ші болып мәре сызығын кесіп өткен жеңісті жұлып алған. Осы Намат аренаның былтыр ашылуында 1-ші болып мінеке жүлде төрінен, жеңіс төрінен көрінген атақты Бүркіт Алматы облысы Ұлан Омаров мырзаның Бүркіт ат сәйгүлігі. Бапкері Нұраділет Нұхаттай, шабандозы Дамир Леспек, 1-ші орын Кия Капиат автокөлігінің иесі ағайын. Шапалақ ұрып қошемет көрсет қойыңыздар, ардақты әлеумет.
Қызықтырмас ағайын кімді бәйге, таңертең түстеп өткен түрлі бәйге. Тарихта Алматының баурайында екінші рет өтті міне түнгі бәйге, құрметті ағайын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрбан айт мерекесінің қарсаңына өткізілген Намат ат шабарында, Арен ат шабарында болған керемет түнгі бәйгенің куәсі болдық баршамыз. Аттарыңыз бәйгілі, есімдеріңіз әйгілі болсын, қадірлі көпшілік. Әрбір қазақтың шаңырағында бүркіт сияқты, шаңқобыз сияқты, амаран сияқты жүйріктер байлаулы болсын ағайын. Болды, сонымен достар, награждение аяқталды. Баршамызға осындай бақ бұйырсын. Машалла, я в шоке.